батыр кірпі. Баяғы өткен заманда арыстан билік құрыпты. Өзі әбден қартайған екен. Қартайса да жауға шығып, әркез жеңіспен оралады. Бұл күні аңдардың барлығы жиналып, кімде-кім менің өздеріне әзірлеп қойған сынағымнан өте алса, сол менің тағымда отырады дейді. Қасқыр, аю, жолбарыс, қабан, түйе барлығы жиналып жарысқа қатыспақшы болады. Біз ең күшті, ең жылдам жануарлармыз деп хан сарайына келеді. Сонында келе жатқан кірпіге жол бермей түйе теуіп жібереді. Біз тұрғанда сен қандай мықтылығыңды көрсетіп хан болмақшысың? Сенде құр инелерінен басқа еш нәрсе жоқ. Сенде ешқандай күшің де жоқ. Хандығында біздей емес дейді. Мұны көріп жануарлардың бәрі күледі. Осы мезетте ханның жарлығын естіген қолтырауындар бірден тау асып жүздеп келе жатты. Аң патшасы арыстан өлсе, біз билік етеміз деп хан сарайына ұмтылады. Олардың келе жатқанын алыстан көрген сақшы қоян бар даусымен хан сарайына қолтырауындар келе жатыр деп хабар беріп айқай салады. Жануарлар мен жәндіктер қорқып жан-жаққа қаша бастайды. Әрқайсысы өздерінің індеріне, ұяларына кіріп үнсіз отырады. Хан сарайының алдында тек қана жалғыз кірпі қалады. Басын көтерді. Егер қолтырауындар хан сарайына кірсе, барлығы өлтіреді ғой деп терең ойға батады. Егерде мен жан-жануарларды құтқара алмасам, несіне кірпімін деп бірден қамданады. Сындағы инелерін алып, садақ пен жебе жасайды. Тағы инелерін алып, ұзын таяққа байлап, найза жасайды. Қақпаны қақ жарып кірген қолтырауындарға бірден найзаларын лақтырып, оларды шетінен өлтіре бастайды. Қақпан кірпіші құлатпақшы болып бетке шыққан қолтырауындарды садақпен атып өлтіреді. Арқасындағы инелер таусыла бастайды. Өлген қолтырауындар бірінің үстіне бірі құлап жатады. Сөйтіп кірпі барлығын өлтіреді. Арқасындағы инесі де таусылған кірпі қатты шаршап құлайды. Бір кезде кірпі бәрін жеңді. Біз аман қалдық деп қоян төбеден тұрып айқай салады. Барлығын деріне шығып, кірпіні аспанға көтереді. Кірпі батыр деп қошемет көрсетеді. Барлық жануарлар, сен өз өміріңді қауіп-қатерге қойып, бізді қорғадың, аман алып қалдың. Бізге сен де хан керек деп ханның тағына отырғызады. Күн артынан күн өтіп, айға ұласады. Кірпінің арқасындағы жаңа инелері өсіп шығады. Сөйтіп кірпі хан болып таққа жылдар бойы билік етеді. Ешқандай дұшпан батыр кірпінің ерлігін естіп жоламапты. Кірпі хан болып жан-жануарлармен тату-тәтті өмір сүре беріпті.